Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте керемет десерт пирожный шу даярлаймыз. Алдымен кракелин даярлаймыз. Ол үшін бізге 100 грамм ұн, 110 грамм қант, 100 грамм суық сары май және краситель қажет. Блендер ыдысына ұн, қант, суық сары майды және бір тамшы жасыл красительді қосып, оны жақсылап блендермен араластырамыз. Араласқан кракелинді тефлоновый коврик немесе пергамент қағазының үстіне төсейміз. Барлығын біріктіріп аламыз. Сосын үстіне пергамент қағазын немесе тефлоновый коврикті төсеп, кракелинді жаямыз. Қалыңдығы шамамен 3 мм болуы қажет. Егер кракелин өте жұқа болып жайған уақытта, ол пирожныйдың бетіне қойған уақытта сынып кетуі мүмкін. Ал егер өте қалың болған жағдайда пирожныйдың бетіне қойған уақытта пирожныйыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан қалыңдығы шамамен 3 мм болуы қажет. Дайын болған кракелинді морозильникке салып қатырып қоямыз. Пирожныйымыздың негізгі бөлігі заварное тесто даярлаймыз. Ол үшін бізге 100 грамм су, 100 грамм сүт, 1 шымшым тұз, 1 шымшым қант, 80 грамм сары май және 130 грамм ұн қажет. Алдымен бір ыдысқа сүт, су, 1 шымшым тұз, 1 шымшым қант және сары майды қосып газға қоямыз. Осы сұйықтығымызды әбден ысытып қайнағанға дейін жеткіземіз. Май еріп әбден қайнаған уақытта біз оған ұнды қосып араластырамыз. Тестомыз біркелкі массаға айналуы қажет. Тестомызды әбден араластырып алғаннан кейін оны қайта газға қоямыз. Газда 1-2 минут ұстаймыз. Содан соң ыдысымыздың асты қарыла бастаған уақытта біз газдан аламыз. Осы тестомызды аздап миксерлеп суытып аламыз. Келесі кезекте жұмыртқаларымызды қосамыз. Яғни бір жұмыртқаны қосамыз, содан соң миксермен жақсылап араластырамыз. Содан кейін екінші жұмыртқаны қосамыз, тағы да миксерлейміз. Үшінші жұмыртқаны қосамыз. Осылайша барлығын миксерлеп, жұмыртқаларымыздың барлығын тестомен араластырып аламыз. Дайын болған тестомыз қоймалжың болады және лопаткадан ақырындап ағып тұруы тиіс. Кондитерлік мешоктың басына вупипайдың насадкасын салып, оның ішіне тестомызды салып, содан соң бұны тоңазытқышқа салып қоямыз. Тоңазытқышта 1-2 сағат ұстаймыз. Пирожныйымызды жасаған уақытта осы салқын тесто өз формасын өте жақсы ұстайды. Противенің үстіне пергамент қағазын немесе тефлоновый коврикті төсеп, оның үстіне пирожныйларымызды жасап шығамыз. Пирожныйымыздың көлемі дөңгелек печенье формасындай болуы қажет. Кракелинді морозильниктен шығарып, оны дөңгелек формамен кесіп, пирожныйымыздың үстіне қойып шығамыз. Кракелинді өте жылдам қою керек, ол еріп кетуі мүмкін. Аздап еріген болса, оны қайта морозильникке қойып алсаңыздар болады. Мен пирожныйды 200 градуста қызып тұрған пеште 15 минут пісірдім. Барлығы сіздің духовкаңызға байланысты. Кейбір духовкалар 180 градуста өте қатты қызады. Сондықтан өзіңіздің духовкаңызға қарай ыңғайлаңыз. Пирожный пісіп жатқан уақытта духовканы ашуға болмайды, өйткені басылып қалуы мүмкін. Крем даярлаймыз. Ол үшін сливкимен ақ шоколадты бір ыдысқа салып, оны газға қоямыз. Аздап ысытамыз, бірақ қайнатпаймыз. Шоколад әбден еріп кетуі қажет. Содан соң лопаткамен немесе погружной блендермен жақсылап араластырып аламыз. Осы сұйықтығымызды бір ыдысқа салып, оның бетін пищевая пленкамен жауып, 6 сағатқа холодильникке салып қоямыз. 6 сағаттан соң сливкиді бір ыдысқа құйып, оны миксермен әбден қоюланғанша араластырамыз. Осы сливкиге творожный сырды қосып, тағы да миксермен жақсылап біркелкі массаға айналғанға дейін араластырамыз. Кондитерлік мешокқа насадка салып, менде закрытая звезда, оның ішіне осы кремімізді құйып аламыз. Кондитерлік мешокпен пирожный шудың ішіне кремді құйып шықса болады. Немесе оның ортасын ақырындап пышақпен кесіп аламыз.
содан соң ортасына кремімізді жағып шығамыз. Содан соң шапкасын бетіне қоямыз. Декор кружевной чипс даярлаймыз. Ол үшін бізге 90 мл су, 10 грамм ұн және 40 грамм өсімдік майы және краситель қажет. Осының барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан соң қызып тұрған сковородкаға құямыз. Осы декордың құрамындағы судың тартылғанға дейін осы сковородкада ұстаймыз. Майы өте қатты шашырайды, сол үшін абайлаңыздар, күйіп қалмаңыздар. Дайын болғаннан соң оны салфетка қойылған ыдысқа орналастырамыз. Сол кезде артық майдың барлығын салфетка өзіне сіңіріп алады. Пирожныйымыздың бетіне кремімізді тағы да орналастырып, жасаған декорымыз кружевной чипспен сәндеп шығамыз. Осымен өте дәмді әрі сырт келбеті өте керемет дастарханның сәнін келтіретін пирожныларымыз дайын. Міндетті түрде жасап жақындарыңызды қуантыңыздар. Назарларыңызға рахмет.